Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін картошкадан осындай өте дәмді 3 түрлі гарнир жасаймыз. Барлығы да картошкадан жасалғанымен дәмдері өзгеше болып шығады. Ең алдымен картошка по-деревенски жасаймыз. Осылай тазалап алған картошкамызды бірнеше бөлшектерге бөліп шығамыз. Картошка по-деревенскийді фриге қарағанда сәл ірі етіп кесіп шығамыз. Картошкаларымыздың формасы 3 бұрыш тәрізді болуы қажет. Мен 1,5 килограмм картошканы ашып дайындап қойдым, бірақтан барлығын бұлайынан турап шықпаймын. Себебі 500 граммынан картофель по-деревенски жасасам, 500 граммнан фри және де 500 граммнан картофельный шареке жасаймын. Тураған картошкаларымыздың формасы мінекей осындай болуы қажет. Турап болған картошкаларымызды бөлек ыдысқа салып, үстіне бір сарымсақты үгіткіштен өткізіп қосамыз. Содан соң өз қалауларыңыз бойынша келесі специяларды қосып шығамыз, яғни тұз, тәтті паприка, тимин және де орегано қосамыз. Қалауларыңыз бойынша басқа да специялар қоссаңыздар болады, немесе орегано, тиминнің дәмі ұнамайтын болса, оларды да өзіңіздің басқа ұнататын специяларыңызбен алмастырсаңыздар болады. Специяларымызды қосып болған соң 2 ас қасық сұйық май құямыз. Қолымызбен немесе қасықтың көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Содан соң противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне картошкаларымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп, араларын ашып қойып шығамыз. Осылай араларын ашып қою арқылы картошкаларымыз піскенде бір-біріне жабыспай, сырты қытарлақ болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен бірінші гарниріміз дайын, өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі гарнир үшін алдын ала тазалап қойған картошкаларымызды осылай ұсақтап турап шығамыз. Ұсақтап турап алған картошкаларымызды суда пісіретін боламыз, яғни пюре жасаймыз. Қалауыңыз бойынша бұлайынан ұсақтап турамасаңыздар да болады, бірақтан ұсақтап турасаңыздар картошкаларыңыз тез пісетін болады. Турап болған картошкаларымызды бөлек кастрюляға салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Және де 1 шай қасық тұз салып, бетін жауып, баяу отта пісіретін боламыз. Пісуі барысында осылай бетіне шыққан көбіктерін алуды ұмытпаңыздар. Картошкаларымыз піскеннен кейін суын толығымен төгіп тастаймыз, және де картошкамызды езуге арналған осындай құралымыздың көмегімен барлығын жақсылап езіп шығамыз. Картошкаларымызды езіп болған соң пюремізге тұз, кукурузды крахмал және де ұн қосамыз. Және де пюремізге укроп немесе басқа да өзіңіздің сүйікті специяларыңызды қоссаңыздар болады. Қосып болған соң жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң картофельный шарикеларымыздың формасын қалыптастыруға кірісемін, және де формалар бірдей болып шығу үшін осылай 1 ас қасықтан алып отырамын. Ортасына кішкене сыр саламын. Сырды салмасаңыздар да болады, бірақ сырмен өте дәмді болып шығады. Жақсылап домалатып аламыз, содан соң жұмыртқамызға саламыз. Содан соң панировочный сухарийімізге салып, бір аунатып аламыз. Жұмыртқаға аунатқаннан кейін біздің картофельный шарикеларымыз қуырғанда шашылып қалмайтын болады, ал панировочный сухарийға салып аунатқаннан кейін оның сыртында хрустящий корочка пайда болады. Осылай жасау арқылы біздің картофельный шарикеларымыздың сырты хрустящий, ортасы жұмсақ және де сырный начинкамен өте дәмді болып шығады. Дәл осылай келесі картофельный шарикеларымыздың формасын қалыптастырып шығамыз. Және де ортасына сырды салғанда моцарелла, сметанковый немесе голландский сырларын қолдансаңыздар болады. Сонымен қатар майлылығы жоғары, тез еритін сырларды таңдаған дұрыс. Картофельный шарикеларымыздың формасын қалыптастырып болған соң майымызды қыздырып, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Және де майды мол етіп құямыз, яғни осындай картофельный шарикеларымыз майда толығымен батып тұруы қажет. Майыңыз ысырап болып қалады деп еш уайымдамасаңыздар болады. Осы майда біз фриді де қуыратын боламыз, және де қалған майды келесі тамақ дайындағанда қолданатын боламыз. Картофельный шарикеларымыз осылай қызарып піскеннен кейін майдан аламыз. Осымен картофельный шарикеларымыз дайын. Әрі қарай үшінші гарниріміз фриді дайындауға кірісеміз. Фри дайындау өте оңай. Картошканы осылай соломка етіп турап шығамыз. Қалыңдығын 5 мм-де етсеңіздер жеткілікті. Ұзындығы аса маңызды емес. Яғни қысқаша айтқанда фридің формасымен турап шығамыз.
турап болған соң бөлек ыдысымызға салып, үстіне салқын су құйып бірнеше мәрте жуып аламыз. Яғни крахмалын кетіріп, суымыз ағарғанша жуатын боламыз. Крахмалы толығымен кету үшін 2-3 рет жусаңыздар жеткілікті. Жуып болған соң майлығымыздың үстіне салфетка төсеп, үстіне картошкамызды қойып, осылай салфетканың көмегімен құрғатып, суын тартып алатын боламыз. Әрі қарай қызып тұрған майда қызарғанша пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскеннен кейін картошкаларымызды аламыз, осымен фриіміз дайын. Піскен фриіміздің үстіне кішкене тұз немесе өзіңіздің сүйікті дәмдеуіштеріңізді қосып жіберсеңіздер болады. Осымен біздің картошкадан жасаған 3 түрлі гарниріміз дайын. Барлығы да бір картошкадан жасалса да дәмдері өзгеше, бір-біріне ұқсамайды. Және де өзгеше дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура.